Бағдарламамызды әлмен қарай жалғастырамыз, қымбатты көрермен. Қонақжай студияда меймандарымыз бар, таныс болыңыздар. Таныс болыңыздар. Шалқар ауданы Сарсай негізгі орта мектебінің психологы Зейнел Ғабдинова Гүлжанат Зейнел Ғабдинқызы, сондай-ақ Шалқар ауданы ГКС 12 орта мектебінің психологы Бекжанов Ақмарал Бекасылқызы, және де Ақтөбе қаласы Мұхтар Арын атындағы Қарғалы Қазақ орта мектебінің психологы Құрмашева Әлия Бейсенбайқызы студиямызда. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет. Қош келдіңіздер Ақтөбеге дейік. Жеңістеріңіз құтты болсын. Енді жалпы осы байқау туралы басынан бастап өздеріңізден естісек, қандай талаптар қойылды, және де кімдер қатысты, қай өңірлерден болды деген сияқты. Өзіңіз бастайсыз ба? Қайырлы таң. Ақтөбе дарын ғылыми тәжірибелік қосымша білім беру орталығы 29 қазанда 9 республикалық жылдың үздік психолог атты байқау жүргізген болатын. Бұл байқаудың мақсаты шығармашыл өзінің жаңағы тәжірибесін, жұмыста қалай жұмыс жасайды соны көрсете алатын психологтарды анықтау, соларға қолдау көрсету болды. Байқау екі кезеңнен өтті. Өңірлік және де республикалық, яғни өңірлік конкурстан өткен психологтар, яғни жаңағы облысқа барды. Конкурстың шарттары онлайн өткізілді. Шарттарында қосып айтып өтсеңіздер болады? Әрине, алып сырларыңыз болса. Біз Шалқар ауданының білім бөлімінің әдіскері Сәбит Сұлқашұлының ұйымдастыруымен аудандық іріктеу кезеңіне қатыстық. Сол кезде мен 7 жылдан астам еңбек өтіліммен бірінші орынмен облысқа өттім, облыстық кезеңге. Сіз? Ал мен де сол Шалқар ауданынан ГКС 12 жалпы орта білім беретін мектебінің психологымын. Менің сатым екінші саты болды. Ол саты 3-тен 7 жыл аралығындағы еңбек өтілі бар психологтар қатысты. Одан бізде де аудандықтан 2-ші орын алып облысқа өттік, облыстан 3-ші орын алып республикаға өттік, республикадан да 3-ші орынды иеленді. Тамаша, керемет. Жеңістеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Енді бұл 9-шы республика бойынша үздік жыл психологы деп аталатын үлкен бір республикалық жоба. Енді республикалық жоба болғаннан кейін облыстың басқа аймақтарынан да қатысатын қатысушылар болды. Мәселен, қанша қатысушы болды? Және де онлайн форматта өткен шығар. Енді ол қалай жүзеге асты, ыңғайлы болды ма, қиындықтары, артықшылықтарымен бөліссеңіздер. Әрине, әр жұмыстың өз қиындығы бар. 4 минуттық видео деген жаңағы ұсынылған болатын, 4 минуттық видео түсіру. Енді айтуға оңай, бірақ қиындығы өте көп. Әрине. Уақытын жеткізу бар ғой. Уақытын не асып кетпеу керек, не жетпей қалмау керек, әйтеуір соны реттеу керек. Енді соны біз жаңағыдай жұмысы енді кәдімгі толғандырды. Өзім енді бірінші рет қатысып тұрмын. Жаңағы жылым енді еңбек өтілім 3 жылдан асып тұр мен өзім. Өзімде арасында әзілдеп қоям. Еңбек өтілім жасыма сәйкес келмейді деп. Сол себепті мынау еңбек таңдауда, жұмыс істеуде жас таңдамайды екен. Сол себепті міне қазір Құдайға шүкір дарын орталығының ұйымдастыруымен, оның ішінде инновациялық, педагогикалық көмек көрсету бөлімінің әдіскерлерінің қолдауымен осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Оларға алғысым шексіз. Және де сіздерге де алғысым шексіз. Әрине, дәл осындай жобалардың арқасында негізінен байқау дегеннен гөрі тәжірибе жинақтау деген бар ғой. Яғни жан-жақтан психологтар қатысқан жерде, олар өздерінің пікірлерін айтқан кезде, сіздер де өздеріңіздің пікірлерін айтқан кезде, олардан да кейбір бөлімдерін алуға болады. Дәл осы ретте енді бір жаңаша бір бағытты көрдім, жаңаша бір бағытты үйрендім деген сәттер болды ма? Әрине болады. Бұл онлайн конкурсқа 97 психолог қатысқан. Өңір уже Қазақстан бойынша 97 іріктеліп шыққандар. Соның ішінен 63-і жаңағы номинациялық болса да, орын болса да, 63 психолог жаңағыдай орын алып шықты. Соның ішінде жаңа бізде бармыз. Енді біз жан-жаққа ізденеміз, ізденіс үстінде боламыз. Әлде де ізденіс үстіндеміз. Тәжірибеміз бәрібір аз. Білеміз дегенмен де бізге бәрібір әлі аз.
алатын жерлеріміз әлі көп, үйренетін жерлерімізді. Білетінім Үйреніп те 19, жатырмыз. білмейтінім 99 дейсіз ғой. Әр жаста айтылатын мақалдың бірі болып табылады. Енді Әлия Бейсенбайқызы, өзіңізден білгіміз келеді, жалпы қанша жылдық тәжірибеңіз бар және бұл салада қызмет етіп жатқаныңызға ризасыз ба? Жалпы психология саласының бір артықшылықтарын айтып кетсеңіз. Мамандығыңызбен мақтанасыз ба былайша айтқанда? Әрине, бұл мамандық таңдағаныма өкінбеймін. Еңбек өтілім 2 жылдан асты. Ең бірінші қатысып жатқан байқауым осы болды. Байқауда үйренгендеріміз көп. Дегенмен де онлайн өткендіктен Қиындық болады ғой. Қиындық болды. Енді аны Видео түсіру бар. иә, видеода мысалы 4-5 минуттық видео түсіру керек болды. Оның өзіне мысалы сыйдыру қиын болды. Айтылмаған дүниелер көп болды ішінде. Иә, ең маңыздысын дәл осындай 4 минутқа сыйдырудың өзі үлкен бір жұмыс расымен. Әрине, Ал енді қызарларыңыз? интернет желісі бар бір жағынан, кейде істемей қалады, кейде қатып қалады деген сияқты, оның барлығы әрине қиын. Кейбір әдемі бір мәліметті жеткізіп жатқан кезде байланыс істемей қалатыны бар ғой. Дәл осы ретте енді осындай қиын сәттерден өтіп, аман есен жалпы осы елге оралып, осы біздің қазір студиямызда қуанышты бөлісіп жатқан сәт, бұл керемет сәт деп айтар едім. Ал енді қазіргі талқыланып жатырған қоғамдағы нақты актуалды психологиялық бір мәселелерге тоқталып өтейікші. Қандай мәселелер қозғалады? Немесе облыс бойынша? Облыс бойынша қазіргі мысалға мына зорлық-зомбылық бар, отбасылық, өзіне қол жұмсау. Отбасылық та бар ол. Сосын ерлі-зайыптың арасында да бар. Әртүрлі жағдай, оның барлығы баланың психологиясына әсер етеді. Ол баланы біз білмейміз, қандай күйде келді мектепке. Соның бәрін анықтау мақсатында біз енді ашып бәрін жайып салатын бала бар. Тұйық жаңағы барлығын ішіне сақтап қалатын бала бар. Ең қиыны сол іште сақтап қалатын балалар. Сол балалармен жұмыс жасауда менің мына арт-терапия бағытындағы авторлық бағдарлама болды менің тақырыбым. Енді мен жаңағы бұл неге 7-ші сынып оқушыларын алдым. Одан диагностика жүргізгеннен кейін балдардан жаңағы шыққан балдар, 3 бала шықты. Сол 3 баламен мен жұмыс жасап, сол 3 баланы жаңағы арт-терапиямен мен жаңағыдай дамыту, оның жан жарасын емдеу арқылы оны жаңа жақсы жаққа қарай бұруым болды менің мақсатым. Енді мен нәтижелі болды деп ойлаймын. Жоғары болмаса да жақсы деген нәтиже көрсетті балалар. Енді ол нәтижесін қалай анықтадым? Ол жаңағы бастапқы алған диагностикаларымды жыл соңында қайтадан алдым. Бастапқы проблема осы ғой. Енді көбісі іште сақтайды. Енді көбісі ата-аналар тіпті өзінің балдарынан сұрай алмайды. Сұрайын десе енді бала өтірік айтып тағы да ақталады. Енді дәл осы ретте қазір бізді тамашалап отырған ата-аналарға бір кеңесіңіз болсын. Қысқа нұсқа баланы қалай дәл осы іштегі проблеманы алуға болады, ашуға болады? Баланы әрдайым қолдап отыру керек деп ата-аналарға кеңес айтамын. Біздің ата-аналар жаңағыдай кішкене ақыл айтсаң, мен өзім психологпын дейтін ата-аналар да бар. Оларды әрине түсінемін, өз баламды жақсы білемін деп ойлайды, бірақ біз ата-аналар жиналысында сұрақ қойған кезде өздері айта алмай қалады. Баланы қалай жақсы көру керек дегенде балалар уже айтады. Ой, біз жаңа бар жағдайын жасап жатырмыз, әпердеген әперіп жатырмыз. Енді сол жақсы көрген емес пе дейді. Мен айтам, енді ол сұрақ. Енді баланы қалай дұрыс жақсы көру керек десем, енді екеу бір сұрақ емес пе дедім. Жоқ. Бұда қалай деген болып тұр. Сонда ешкім жауап бере алмады. Былай шынын алғанда, сонда түсіндіріп айтқан кезде балаға кемінде 10 минут көзбе-көз байланыс жасау. Көзбе-көз байланыс жасау. Баланың айтқанын істеу. Мейлі ат бол дейді, ат болу керек. Сонымен баланың ішіндегісін шығару керек. Ал біз, кетші әрі, уақыт жоқ, семен не қылады, мен мақта жұмысым бастан асады деп, балдарды көбіне біз жауып тастаймыз. Ол содан тұйықтала береді балдар. Сол себепті балдарға көңіл бөлу керек. Кемінде, тек ұмытып кеттім десе, будильникқа қойып қойса да болады. Мына сағат, мысалға, мейлі күндіз уақыты болмаса, кешке ұйықтар алдында 10 минут баланы құшақтау. Кемінде 12 рет құшақтау керек екен баланы. Енді сіздердің әріптестеріңіз айтқан екен, жалпы сенбі жексенбі демалыс ретінде берілсе, дәл осы 2 күнде отбасыға жұмсау керек деп. Ең өзекті мәселелердің біріне тоқталып кеттіңіз, расымен де бұл сіздің бұл республикалық тәжірибе алмасу байқауда қорғаған тақырыбыңыз, иә?
арт-терапия бағытындағы авторлық бағдарлама. Ал Гүлжанат Зейнеғабдинқызы, өзіңізден білгім келеді. Жалпы қандай тақырыпты арқау еттіңіз, қандай тақырыпта мәселе көтердіңіз осы? Мен өз тәжірибемде психикалық денсаулықты нығайтуда құм терапиясының жаңағы пайдасы, нәтижеге жету болды. Бұл құм терапиясы өзін дамыту және жеделдету мақсатында баланың, жәбірленуші баланың жасаушы рөліне шейін өзі жетелеуге мүмкіндік алды. Және де жақсы нәтижесін көрсетті. Жақсы нәтижесін көрсетті. Мен осы сайыста өзімнің жұмысымды көрсеттім. Менде есте сақтау қабілетіне байланысты болды. Көбіне бізде бастауыш сыныптарда тақпақ, мысалы, өлең жолдарын жаттауда қиындық туғызады. Сол себепті менде мнемо кесте өлеңдер жинақ кітапшасы туралы болды. Ол кітапшада бір өлең шумағына кесте құрылып, сол кестеде суреттер бейнеленеді. Соған байланысты бала суретті көре тұра, көзбен көріп, тез жаттап алады. Әрине, қобалжып отырсыздар, бірақ дегенменде Бұл техника, мнемотехника деп аталады. дәл осындай техниканың көмегімен сіз дәл қазір енді баланың тез өлең жаттап алуға бір мүмкіндік ашып отырсыз. Енді байқау барлығы түсінікті, жобаларыңыз өте керемет, ал енді бүгінгі тақырыпқа сай сауалымыз болсын. Бүгін енді ұлттық валюта теңге күні. Жалпы адам ақша ұстаған кезде өзгеріп кетеді деп жатады. Немесе адам енді қарым-қатынаста естіп жатамыз ғой. Анау көтеріліп кетіп, ақшаны көп тапқан сайын адамда менсінбей бара жатыр деп. Жалпы ақшаның буы бар ма? Өзгертеді деп ойлаймын. Ол қазір ақша билеген заман деп айтуға да болатын сияқты. Ақшаң болса емделесің, ақша болса қыдырасың, ақшаң болса киініп жаңағы тамағыңды, қалаған тамағыңды жейсің. Енді былай алғанда ол ақшаның атынан қумау керек деп ойлаймын. Ақшаны негізінде ақша сізді қуып жету керек деп ойлаймын. Енді қатты құмарлыққа берілмеу керек. Жаңа бұйырғанмен, адал жолмен, ешбір сыбайлас жемқорлықсыз адал табуға ұсыныс жасаймын. Тамаша, керемет жауап деп айтар едім. Ал енді сіздердің пікірлеріңіз қалай? Жалпы ақшаны қаншалықты үнемдей аласыз? Әлде керісінше, біз секілді махаббат әріптесіміз айтып қалды, енді бізге ақша түссе бір күнде жұмсай аламыз. Біздің қатарымызға қосыласыз ба әлде? Әрине, бәріміз отбасымыз үшін жүрміз ғой. Отбасымыздың күнбе-күнгі финансиды үйдегі. Соған жұмсаймыз. Ақшаны өзіңіз ұстайсыз ғой жалпы? Иә, әрине. Демек, ақшаны үнемдей аласыз деген сөз ғой. Сізде қалай? Ақша қолыңызға түссе, қолыңызға бір қомақты қаржы, мәселені қазір шыққаннан кейін шотыңызға айлығыңыз түсті. Бірден қайда жұмсайсыз? Жалпы ретімен бе, әлде ретсіз де кететін сәттер бола ма? Ретімен болады. Қажетіме қарай. Қайда жұмсау керек? Өзім айлық түспей тұрып, өзім ойлап алам, жоспарлап алам. Қайда жұмсау керек? Дәл осындай жоспармен жүрудің өзі де керек нәрсе шығар, өйткені әр нәрсенің дұрыс, әр нәрсенің уақытылы және де нормамен болуы біздің өміріміздің де дұрыс кетуіне, дұрыс жүруіне септігін тигізеді. Әрине, уақыттарыңызды бөліп студияға келгендеріңізге көп рахмет. Жеңістеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Бұнымен тоқтап қалмайды деген ойдамыз. Алдағы уақытта талай байқаулардың жеңімпазы ретінде студияда қуанышты бөлісу сәтін нәсіп етсін дейміз. Ендеше тек қана сәттілік серт болсын. Рахмет. Қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.